Давос қаласында өтіп жатқан дүниежүзілік экономикалық форумдағы маңызды бастамаларды Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің халықаралық қатынастар кафедрасының доценті Айдарбек Әмірбекпен талқыласақ, ол қазір бізбен тікелей байланыста. Айдарбек мырза, қайырлы таң, бізді қалай естіп тұрсыз? Қайырлы таң, жақсы, саламатсыздар, көрермендерімізге қайырлы күн тілеймін. Қазір өзіңізге мәлім, жаһан экономикасында сын-қатер көп. Бұл ретте жаһан экономикасының еңсесін тіктеуге Давос форумының ықпалы қандай? Енді биыл осы Давоста өтіп жатқан дүниежүзілік экономикалық форумның бұл 56-шы сессиясы болып табылады. Жалпы бұл сессия енді диалог рухы деген ұранмен өтіп жатыр. Әрине, бұндай ұранды таңдаудың себебі мемлекеттердің. Өйткені қазіргі таңда өзіңіз де жаңағын айтып өттіңіз, мемлекеттер арасында көбінесе бәсекелестік, шиеленіс, қақтығыстар өршіп бара жатыр. Осы қақтығыстардың алдын алу үшін әрине қазіргі таңда мемлекеттер бір дипломатиялық диалогқа зәру болып отыр. Сондықтан енді қазіргі таңда мынау Давостағы негізгі қарастырылып жатқан тақырыптарды алып қарайтын болсақ, көбінесе мынау әлемдегі шиеленістер мен қақтығыстардың алдын алу, мемлекеттер арасындағы мынау экономикалық дамуды ынталандыру, технология және кең көлемді жауапкершілікті қолдану, цифрлық жүйені дамыту тақырыптары басымға ие болып отыр. Әрине, бұл жерде енді Давостағы өзінің дүниежүзілік экономик форумның басты мақсаты бұл мемлекеттер арасында ең алдымен экономикалық қарым-қатынастарды нығайту және әлемдегі түрлі қауіп-қатерлерді бұл экономикалық қарым-қатынастарға кері әсерін алдын алу болып табылады. Сондықтан енді жалпы бүйтіп түптеп алып қарайтын болсақ, бұл Давос жиналысы тек имидждік іс-шара ғана емес, бұл жалпы мемлекеттердің енді экономикалық саяси үдерістегі орнын нақтылайтын бір алаң деп есептеу қажет. Бұл жерде әрине біз Қазақстан елі де белсенді бұндай жиналыстарға қатысып отырмыз. Бұл жиналыстарға қатысуымыздың біздің еліміздің ұзақ мерзімді стратегиялық мүдделеріне де қызмет етеді деп қабылдау қажет. Енді біз мақсат тұрғысынан, жалпы сыртқы саяси тұрғысынан қазіргі таңда экономикалық интеграцияны басымдыққа алып отырмыз. Бұл интеграция арқылы біз әлем елдерімен бәрімен тығыз ынтымақтастықты, қарым-қатынастарды күшейтіп отырмыз. Әрине, бұндай Давос форумында біздің алдағы уақытта басқа да елдермен, әсіресе инвестициялық, жасанды интеллект, технология тұрғысынан қарым-қатынастарды нығайтуға ең басты бір форум болып есептелінеді. Биылғы форумда жасанды интеллект мәселесі де қаралады. Бізде қазір заман көшінен қалмай, оны дамытуға айрықша көңіл бөлудеміз. Президент өзінің халыққа жолдауында да осыған ерекше тоқталды. Ұлттық құрылтайда да айтылды. Осы жыл бізде жасанды интеллект жалпы дамыту жылы болып тағайындалды. Осы интернетке қатысты осы форумда тағы қандай бастамалар айтылуы мүмкін деп ойлайсыз? Мысалы, интернеттегі жасанды интеллектке қатысты этика мәселесі сияқты тағы да қандай бастамалар көтерілуі мүмкін? Енді жасанды интеллект қазіргі таңда экономиканың барлық саласына терең еніп жатыр ғой. Жалпылама алып қарасақ, енді бұл жерде жасанды интеллект жаңа технологиялармен тығыз байланысты болғандықтан, әсіресе мемлекеттік құрылымдарға бұл жасанды интеллектті тиімді енгізу, одан бөлек мысалы мемлекет халықтың бір жағынан ұлттық сана сезімін, ұлттық бірегейлігін күшейтуге негізделген жаңа бір бағытта бұл жасанды интеллектті тиімді пайдалану. Бұдан бөлек мысалы экономикалық мәліметтерді жетілдіру тұрғысынан да жасанды интеллектті алға тарту тұрғысынан көптеген жаңа бағыттар айқындалуы мүмкін. Әрине, бұл жасанды интеллект бір жағынан ең басты мақсаты біздің өзіміздің еліміздің ұстанып жатқан мақсатымыз ол экономикамыздың гүлденуіне оң әсерін тигізу тұрғысынан қарау керек. Сондықтан біздің елімізде әсіресе экономикалық тұрғыдан өте ірі жобаларды жүзеге асыру тұрғысынан біз қазіргі таңда мысалы көлік логистика тұрғысынан енді геоэкономикалық тұрғыдан аймақта бір жағынан орталыққа бір хабқа айналғымыз келіп отыр. Сондықтан біздің ұстанымымыз жалпы осы жасанды интеллекті мемлекеттік құрылымдарға тиімді енгізу. Бұдан бөлек қазіргі таңда бизнес өкілдерінде бұны тиімді пайдалану арқылы жалпы еліміздің
осы тұрғыдан, экономикалық тұрғыдан өз үлесін қосу деп есептеу керек. Әрине бұл Давоста көптеген елдер қатысып жатыр. Бұл елдердің бұл салаларда, айтып өткен салаларда тәжірибесі орасан мол, жеткілікті. Сондықтан осы бағытта да Давос аясында белгілі бір деңгейде келіссөздер жүргізіліп, мемлекеттік басқару саласына, және кіші ірі бизнес салаларына бұл жасанды интеллектті тиімді пайдалану арқылы еліміздің экономикалық гүлденуіне бір оң әсерін тигізетіндей бір келіссөздер жүргізеді деп болжауға болады. Жаңа айтып өттік, осы форумға көптеген мемлекеттерден келеді, қатысушылар. Сонымен қатар айттық, ірі бизнес өкілдері де қатысады екен. Енді кез келген халықаралық жиын серіктестермен әріптестік орнатып, елге инвестиция тартуға бағытталған тамаша мүмкіндік. Осы форумда инвестиция тарту үшін әр ел мүмкіндікті қалт жіберіп алмауға тырысады. Бұл ретте Қазақстанның мүмкіндігін қалай бағалайсыз? Енді Қазақстанның мүмкіндігін оң бағалау қажет. Себебі енді әлемдік деңгейде қазіргі таңда Қазақстан өзін саяси сенімді серіктес ретінде көрсете білді. Енді бұлай жалпы экономикалық тұрғыдан алып қарайтын болсақ, барлық мемлекеттер Қазақстанды экономикалық гүлдену тұрғысынан, әсіресе орталық Азияда көшбасшы ел ретінде, экономикалық тұрғыдан дамып келе жатқан ел ретінде мақтан тұтады. Мысалы, біздің экономикамыз былтыр 6,5%-ға өсіп отыр. Мысалы, біздің ішкі жалпы өніміміз 300 миллиард доллардан асып отыр. Енді жалпы адам басына шаққанда 15 мың долларға тиесілі болып отыр. Бұл орталық Азия елдерінде тек қана Қазақстанда ғана алдыңғы қатарда болып отыр. Сондықтан Қазақстан бұл тұрғыдан әрине орталық Азияда көшбасшы ел ретінде, сенімді бір серіктес ретінде әлемдегі мемлекеттер тарапынан қабылдануда. Енді Қазақстанның өзіндік экономикалық тұрғыдан ұстанған негізгі мүдде, экономикалық мүддесі бар. Ол әрине елге көптеп инвестиция тарту, және көлік, логистика, энергетика саласында қарым-қатынастарды дамыту тұрғысынан. Енді Қазақстан біріншіден әлемдік деңгейде осындай бір бейбітшіл экономикалық тұрғыдан дамыған имиджін қалыптастыру арқылы қазіргі таңда бұл Давос форумында кеп отқан көптеген ірі компаниялар болсын, трансұлттық компаниялар болсын, әлемдік деңгейдегі алып мемлекеттердің басшыларымен осы салада тиімді қарым-қатынастар орнату арқылы, әсіресе мынау геоэкономикалық, менің ойымша, көбінесе геоэкономикалық тақырыптар басымдыққа иеленеді. Әсіресе мынау көлік дәліз, транспорттық тұрғысынан, логистика тұрғысынан, біздің қазір халықаралық Транскаспий дәлізі бар, орта дәліз тұрғысынан. Бұл да Қазақстанның экономикасы алдағы уақытта үлкен үлес қосады деп есептеймін. Әсіресе Америка құрама штаттарындағы батыс елдері бұл дәлізді тиімді қолдап отыр. Сондықтан осы саланы да тиімді пайдалану арқылы Қазақстан өзінің экономикалық жалпы қарым-қатынастарын күшейту арқылы осы жаһандық диалогтағы әлемдік деңгейдегі маңызды ықпалды ел ретінде өзінің беделін одан ары жоғарылатады деп есептеймін. Қазір әлемде өткір тұрған мәселенің бірі жаһандық жылыну. Бұл түйткілде форумда талқыланады екен. Өзіңізге мәлім, Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымы аясында халықаралық су ұйымын құруды ұсынған еді. Бұл бастама дәл қазір өте өзекті. Жаһан халқы климаттық ахуалды түзеу бойынша бір байламға келе ала ма? Тағы да қандай ұсыныстар айтылуы мүмкін бұл форумда? Осы тақырыпқа қатысты. Әрине, енді Қазақстан қазіргі таңда мынау Біріккен Ұлттар ұйымының тұрақты даму бағыттары бар. Бұл тұрақты даму бағыттарының барлығын Қазақстан толыққанды қолдап келе жатыр. Енді әлемдік деңгейде қазіргі таңда өзіңіз айтып отқандай климаттық мәселелерге байланысты көптеген кері әсерлер де байқалып жатыр. Енді Қазақстанның бұл жерде негізгі ұстанымы Біріккен Ұлттар ұйымы аясында бұл мәселелерді шешу және мемлекеттер арасындағы ынтымақтастықты осы Біріккен Ұлттар ұйымы аясындағы тұрақты даму бағыттары бойынша жүзеге асыру болып табылады. Бұл бағыттардың ішінде климаттан бөлек көптеген негізгі басқа да экологияға оң әсер тигізетін негізгі бағыттар бар. Әсіресе мысалға бұл жерде айта кету керек, бәлкім жасыл экономиканы қалыптастыру мысалға маңызды рөл ойнайды, таза энергияда маңызды рөл ойнайды. Сондықтан жалпы енді Қазақстан бұл салада әсіресе бұл саладағы
жасыл экономика саласында ынтымақтастықты күшейтуге негізделген мемлекеттер мен ынта білдірген мемлекеттердің барлығымен осы біріккен ұлттар ұйымы аясында қарым-қатынасын күшейтуді мақсат ұстанып отыр. Сіз жаңа ғана өзіңіз де айтып өттіңіз, Қазақстан әсіресе мынау біріккен ұлттар ұйымы аясында су мәселесін қайта-қайта көтеріп отыр. Қазақстан қазіргі таңда су қауіпсіздігіне басымдық беріп отырғаны мәлім. Себебі қазір Каспий теңізі болсын, Балқаш, Арал теңіздерін алып қарасаңыздар, біз көбінесе мынау орталық Азия елдеріне де біздің аймаққа өте маңызды. Өте маңызды болып тұр. Біз бұл елдерге де тәуелдіміз. Енді Қазақстан өзінің мүддесі тұрғысынан біріккен ұлттар ұйымында егер осы су мәселесіне байланысты бір құрылым құрылып, бұл су мәселесі көтерілетін болса, Қазақстан осы құрылым арқылы да бір жағынан өзінің мынау суға қатысты тек қана өзінікі емес, әрине ел ретінде орталық Азия аймағындағы жалпы су проблемасын тиімді пайдалану тұрғысынан бұл елдер арасындағы суды бәсекелестікке емес, ынтымақтастыққа негізделген бір бағытта ары қарай өрбітуге басым беріп отыр. Сондықтан енді Қазақстан біріккен ұлттар ұйымының тұрақты даму бағыттары аясында, әсіресе осы алдағы уақытта су мәселесіне байланысты, су қауіпсіздігіне байланысты ынтымақтастығын күшейтетін болады деп есептеймін. Бұл форумда да бұл мәселе Қазақстан көтерілуі мүмкін, келіссөздер арқылы бұл мәселеге байланысты оң шешімдер қабылдауы мүмкін деп. Айдарбек мырза, рахмет сізге. Бізде өкінішке қарай уақыт шектеулі. Бізге тікелей байланысқа қосылып сұрақтарымызға жауап бергеніңізге рахмет. Құрметті көрермен, Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің халықаралық қатынастар кафедрасының доценті Айдарбек Әмірбек бізбен тікелей байланыста болды. Жалғастырамыз.